төмен таста. Келе жатырмын, апа. Менің тосын сыйым бар. Менде де тосын сый бар, апа. Мені касып түсетіне сенімдімін. Оған күмәнім бар, апа. Мен бүгін сәбіз әкелдім. Кешкі асқа жаңғақ сорпасын әзірлеймін. Өзің сүйіп жейтін тамағың. Міне тосын сый. Иә, апа, мен сізге бірдеңе айтайын деп едім. Рапунцель, сөз таластырғаныңды суқаным сүймейтінін білесің ғой. Әсіресе менікі дұрыс болса. Иә, апа, айтқандарыңыз туралы көп ойландым. Жұлдыздар туралы сөз қозғамайтын шығарсың. Шоқтар деңіз. Иә, сол жайында айтайын деп ем. Бұл әңгімені қозғамаймыз деп келіскен жоқпыз ба, қызым? Бірақ, апа, мен де тыңдаңызшы. Өзімді қорғауға шамам жетпейді деп ойлайсыз ғой. Енді өзіңді қорғай алмайтының айдан анық емес пе, айналайын? Мен тыңдаңызшы. Рапунцель, бұл әңгімені осымен доғарғанымыз дұрыс. Маған сеніңізші, тыңдаңызшы. Өтінемін, Шаңдарды ұмыт, Рапунцель! Бұл жерден ешқайда аттап шықпайсың. Ұқтың ба? Әрине, енді мен жаманмын. Негізі мен сізге туған күніме қандай сыйлық керек екенін айтайын деп едім. Ал айт, не керек? Жаңа бояу керек. Ақ бақалшықтардан жасалған бояу. Есіңізде ме? Бояу алу үшін алысқа бару керек, Рапунцель. Жолыма 3 күн кетеді. Маған тек бояу керек, әлгі жұлдыздардың қажеті жоқ. Жалғыз қалудан қорықпайсың ба? Осында қалсам маған ештеңе де болмайды. Тезірек келуге тырысам, қызым. Сені қатты жақсы көрем, алтыным. Мен де сізді жақсы көрем. Ал мен қаттырақ жақсы көрем.